Аю анасы баласына тамақ іздеп жүріп, аралардың шабуылына ұшырайды және олардан құтылу үшін тырнақтарын қолданады. Шабуылға қарамастан, Аю анасы өз миссиясына берілген күйде қалады және көптеген әрекеттерден кейін ақыры бал арасына жетеді. Ол өзі мен баласына тамақ болады. Көбірек бал арасын іздеу үшін Аю анасы жер қаза бастайды және осы кезде үңгір опырылып қалады. Апаты кезінде бірнеше тас оның үстіне құлайды, бірақ баласы уақытында қашып үлгеріп, аман қалады. Жер тұрақтанғанын түсінгенде Юки анасының денесіне жақындап, оны оятуға тырысады, бірақ тастарды жылжытуға күші жетпейді. Анасының жанында Юки ұйықтап қалады. Анасының кез келген сәтте оянатынына үміттенеді. Алайда бұл орындалмаған соң, таң атқанда Юки өз бетінше күн көруді үйренуі керек екенін түсініп, баспана іздеп таудан төмен қарай жолға шығады. Орманда секіріп жүрген бақаны көргенде, бала Аюдың назары аударылып, оны қуа бастайды, бірақ қосмекенді ойыншық емес, суға секіріп кетеді. Бақаның көлдің екінші жағына жүзіп бара жатқанын көрген Юки оны қуып жетуге тырысады, бірақ жүзе алмайтынын түсініп, құрлыққа қайтады да, күн батқанша жалғыз ойнайды. Түн түскенде, бала Аю жыртқыштардан алыс болу үшін тауға өрмелеп, демалуға жатады және сол күні көрген бақалар туралы қорқынышты түстер көреді. Енді анасы жоқ болғандықтан, Юки өзін соншалықты осал сезінеді. Кез келген беймәлім дыбыс оған қауіп төндіреді. Бірнеше километр жерде екі аңшы от жағып, ұзақ күн жұмысынан кейін демалу үшін лагерь құрады. Билл бірнеше сағат бұрын ұстаған Аюдың терісін сылып жатқанда, оның ұлы Том қаруды күтіп, келесі күнгі аңшылыққа дайындалады. Күн шыққан бойда Юки таудан төмен түсіп, жаңа нәрселерді ашу үшін Гүлзарға жүгіреді, өйткені оның қызығушылығы күннен күнге артып барады. Сол сәтте аңшылар орманда жүріп, салмағы шамамен 750 кило болатын еркек қоңыр аюға тиесілі болуы мүмкін үлкен ізді табады. Жақын жерде олар жануардың нәжісін де көреді, және Билл оның 1 сағат бұрын осы жерден өткенін, сондықтан алысқа кетпеген болуы керек деп қорытындылайды. Үлкен ағаштардың арасында жасырынған Кар таңғы асқа тамақ іздеп, жаңа тапқан саңырау құлақтарды жейді. Жидектерді жеп болған соң, ағаштың көлеңкесінде демалып жатқанда, кенеттен оның басына қарағайдың бүршігі түседі. Не болғанын түсіну үшін жоғары қарағанда ол тиімді көреді, және кішкентай кеміргіштің бұған себепкер екенін түсінеді. Сол сәтте Кар кетуге шешім қабылдайды және бірнеше метр жүргеннен кейін тоқтап, ағаштың діңіне арқасын қышып алады. Оның салмағы соншалықты ауыр болғандықтан, Аю ысқылағанда бүкіл ағаш тербеле бастайды және осының арқасында аңшылар оны дүрбімен байқайды. Аттарын ағашқа байлап қойғаннан кейін, Билл мен Том мылтықтарын алып, аң аулау үшін жаяу жолға шығады. Олар әлі бірнеше метр қашықтықта болғанда, Кар адамдардың иісін сезеді, бірақ оларды қауіп деп санамайды. Жануар жеміс жеп, немқұрайлы күйде жүргенде, Том атуға дайындалып, шекті тартады. Атыс кезінде Аюдың сол иығына тиеді және ол ауырсынудан айқайлайды. Айқайды естіген Билл не болғанын білу үшін жақындап, Томның оның рұқсатынсыз атқанын анықтайды. Шабуылдан қорқып, Кар қашып кетеді, ал Билл ұлын бірге болғанда аңшылық сәтті болар еді деп ұрсады. Оқ жанама тигендіктен оқ денеге кірмейді, және Кар қашып құтылады. Мүмкіндікті жіберіп алғанына ренжіген Билл жас жігіттің нысананы таба алмайтынын айтады, өйткені енді Аю өзін аңшылық жасап жатқанын біліп, сақ болады. Сол кезде олар қорқынышты дыбыс естиді және аттарын қалдырған жерге жүгіреді. Ол жерге жеткенде олар көптеген қан дақтарын көреді және аттарының біреуін бірдеңе өлтіргенін түсінеді. Бақытымызға орай екінші ат аман қалады. Билл ұлын көтеріп, оған көмектеседі, ал Том жануарларға шабуыл жасаған жыртқышты іздеуге шығады. Көп ұзамай Билл жоғалған аттардың бірінің қалдықтарын тауып алады. Осыдан кейін Том сарқырама жанынан үшінші жараланған атты кездестіріп, оны тыныштандыруға тырысады, бірақ ат аяғын сындырып, қорқып орманға қарай қашады. Билл бірнеше минуттан кейін атты ұстап алады. Сол кезде Том орманнан ақсап шығады, ал Билл кек алу сезіміне беріледі. Аңшылықты тастап, ұлымен үйге қайтудың орнына, ол аттарына шабуыл жасаған Аюдан кек алуды шешеді, өйткені ол бұл Аюдың кінәлі екеніне сенімді. Жасырынатын жер іздеп жүрген Кар Гүлзардан өтіп бара жатқанда, Юки оны байқап қалады және бірден оның соңынан ереді. Жалғыз қалған бала Аю Кармен дос болғысы келеді, өйткені анасынан айырылғаннан бері ол өз түрінен ешкімді кездестірмеген. Алайда жарақатының ауырсынуынан Кар мейірімді емес, және Юкиді айқайлап қуып жіберуге тырысады. Бірақ Кар білмейді, Юки табанды бала Аю және қуылса да, оның соңынан еруді жалғастырады. Кардың бұлақтан өтіп бара жатқанын көрген Юки оған жетуге тырысады, бірақ екінші жағаға өтуге әрекеттенгенде таста қалып қалады. Ағысқа қарсы тұра алмай, Юки қозғала алмай қалады және көмек сұрап айқайлай бастайды. Ешкім көмекке келмеген соң, бала Аю суға секіріп, екінші жағаға жүзуге тырысады, бірақ ағыс оған мүмкіндік бермейді, және Юки суға батып кете жаздайды.
Бақытына орай, ол ағынның ортасында тапқан тасты ұстап, қайтадан кептеліп қалады. Осы кезде Кар бірнеше километр қашықтықта тоқтап, жарасының қанын тоқтату үшін батпаққа жатып алады. Бірнеше сағаттан кейін, Аю ұйықтап демалып жатқанда Юки пайда болады. Кар оны қайтадан қуып жіберуге тырысады, бірақ бала Аю үлкен Аюдың қоқан-лоққыларына қарамастан қорықпайды және оның неге сонша дұшпан екенін түсіну үшін сақтықпен жақындайды. Қанның иісін сезген Юки Кардың жараланған жерін иіскеп, оның жазылуына көмектесу үшін жалай бастайды. Алғыс ретінде Кар да оны жалайды және осы сәтте екеуі достық пен серіктестіктің тамаша қарым-қатынасын бастайды. Аяғы жараланған ұлын көрген Билл оған демалуға кеңес беріп, аттарына шабуыл жасаған Аюдың терісімен тез оралатынын айтады. Осы уақытта Юки мен оның жаңа Аю ағасы қыс жақындағандықтан баспана іздеп жолын жалғастырады. Ымыртта олар демалу үшін тоқтайды және бала Аю көлден тамақ іздейді, бірақ ештеңе таппайды. Ал Кар оңайлықпен балық аулап, кешкі асын кішкентаймен бөліседі, өйткені Юки әлі өз бетінше аң аулауды үйреніп жатыр. От жаққаннан кейін Том жыртқыштың кез келген сәтте шабуыл жасауынан қорқып, ұйықтай алмайды. Кенет ол жануардың жақындап келе жатқанын естиді және атуға кіріседі, бірақ көп ұзамай көлде қалқып жүрген ағаштыңнен шошынғанын түсінеді. Таңертең Кар бала Аюға аңшылық әдістерін үйретуге шешім қабылдайды. Екеуі еліктер табынның жақындап келе жатқанын көргенде баяу өрмелейді. Жыртқыштардың барын байқаған еліктер орманға қашады, бірақ Кар оларға жетіп олжасын ұстайды. Сол түстен кейін екеуі тойып, содан кейін жолын жалғастырмас бұрын демалу үшін ұйықтайды. Орманда аңшылардың жүргенін біле отырып, Кар адамдардың оны табуы қиынырақ болатынын біліп, тауға шығуды ойлайды. Енді Юкимен бірге болғандықтан, Кар бала Аюдың оңай нысана екенін түсініп, оны қорғау үшін стратегиялар ойластыруы керек. Жолда Кар аналық Аюды көреді және оны таңғалдыру үшін керемет күшін пайдаланып, бірнеше ағашты кеседі. Ағасының ағаштарды құлатып жатқанын көрген Юки өзіне лайықты бұтаны іздеп, оның үлгісін қайталағысы келеді. Алайда аналық Аю алыстап кеткенде, Кар оның соңынан жүгіреді, ал бала Аю досының оралуын күтіп, жалғыз қалады. Кар аналық Аюмен жалғыз уақыт өткізгеннен кейін оралады. Осы кезде Юки орманның ортасында бірнеше саңырауқұлақты байқап, тамақтанғысы келеді. Бала Аю бұл саңырауқұлақтардың әдеттегіден өзгеше екенін түсінбейді және оларды жегеннен кейін көп ұзамай өзін жайсыз сезіне бастайды. Не болып жатқанын түсінбеген Юки көз алдында түрлі түсті саңырауқұлақтардың қалқып жүргенін көреді және шатасады. Саңырауқұлақтың көбелекке айналғанын байқағанда, ол одан сайын таңғалады. Бірнеше минуттан кейін ол қалпына келе бастайды және ауыр бұлттардың жақындап келе жатқанын байқайды. Жаңбыр басталғанда Юки орнынан тұрып, баспана іздеп жүгіреді. Ымыртта ол ағасы Кардың сүйіктісімен ұйықтап жатқанын көреді және оларды мазаламауды шешеді, бірақ ағасынан көз алмайтындай жақын жерде қалады. Таңертең Юки Кардың кетіп бара жатқанын көріп, оның соңынан жүгіреді, сөйтіп олар бірге жолын жалғастырады. Осы уақытта Том лагерде жалғыз отырып, әкесінің оралуын күтеді және өзеннің арғы жағынан шыққан дыбысты естиді. Қорқып кеткен ол дүрбіні алып, қауіп бар жоғын тексереді және Джонастың иттерге толы қайықпен жақындап келе жатқанын көреді. Бірнеше сағаттан кейін Билл пайда болады және Том әкесінің көмек сұрау үшін нағашысы Джонаспен байланысқанын түсінеді. Демалыс кезінде Кар бұлақта шомылу мүмкіндігін пайдаланады, ал Юки тапқан тасбақамен ойнай бастайды. Алайда демалыс Кар бейтаныс иісті сезіп, не болып жатқанын анықтау үшін солай қарай жүргенде үзіледі. Бірнеше километр қашықтықта Билл мен Том Джонастың иттер тобын ертіп, қашып кеткен Аюдың ізін қуады. Иттердің үргені жақындаған сайын, Аю ағалы інілі жоғары жылдамдықпен тауға өрмелеуге асығады. Өрмелеу кезінде Юки қорқып, тастарға сүйеніп ұстауға тырысқанда сырғып кетеді, бірақ бірнеше минуттан кейін шыңға жетеді. Алда әлі ұзын тасты жол бар, бірақ Юки өрмелеп келе жатқанда иттер пайда болып, оны қуа бастайды. Кішкентайдың қиыншылықта екенін көрген Кар оның өрмелеуін аяқтауын күтіп, иттерге қарай тастар лақтырады. Кейбір иттер соққы алса да, олардың кейбірі жолын жалғастырып, Карға шабуыл жасайды, ал Юки тастар арасында пайда болған кішкентай үңгірде жасырынады. Бала Аю қорқыныштан дірілдеп жатқанда, оның үлкен ағасы иттерге қарсы тұрып, оларды таудан құлатып жібереді. Таудың басында Аюдың иттеріне шабуыл жасап жатқанын көрген Том мылтығын алып, атуға дайындалады, бірақ иттердің біреуіне тигізу қаупі бар екенін түсініп, бас тартады. Әкесімен бірге тауға өрмелеген Том Юки жасырынған үңгірдің жанынан өтеді, бірақ екеуі де бала Аюды байқамайды. Осы кезде Том Аюды жақын арада ұстай алмайтынын түсініп, әкесімен бірге таудан түсуге шешім қабылдайды. Жолда олар Диксиді көреді және жануардың ауыр жараланғанын байқайды. Ешқандай ем жануарды аман алып қала алмайтынын түсінген Билл оның азаптануын тоқтатады, ал Том бұл итке деген терең сүйіспеншілігінен қатты қайғырады.
Аңшылар кеткеннен кейін Юки жасырынған жерінен шығып, Кардың іздерін иіскеп, оны табуға тырысады. Сол сәтте бала аюды Билл мен Том байқап, оны ұстау үшін жоспар құрады. Сол түні олар лагерге оралып, Юкиді аттармен бірге арқанмен байлайды. Қорқып тұрса да, бала аю қорқынышқа берілмейді және ағасының оны құтқаруға келетінін күтіп, біраз уақыт төзеді. Таң атқанда аңшылар иттердің үргенін естиді және олардың қайтып келе жатқанын түсінеді. Барлық шудан қорқып, Юки бұл жануарлардың үлкен қауіп төндіретінін біліп, ағаш діңіне өрмелейді. Иттердің жараланған күйін көрген Джонас олар қуған сұр аюдың әлі тірі екенін түсінеді. Бүкіл топтың шабуылынан аман қалған Кар Юкидің иісін сезіп, оны құтқару үшін адамдардың соңынан лагерге барады. Таң атқанда, жыртқыштар ұйықтап жатқанда, Юки жасырынған ағаш діңнен түсіп, Том мен Билл аңшылықпен аулаған аю терілеріне қарай жүгіреді. Юки арқанмен байланғандықтан теріге жете алмайды және өзін босату үшін арқанды кеміруге тырысады. Таңертең Том Юкидің енді тұзақта емес екенін байқайды және оның басқа аюлардың дене бөліктерінің арасында ұйықтап жатқанын көріп таңғалады. Сол сәтте аңшылар сүт алып, ыдысты бала аюдың мұрнына жақындатады. Иісті сезген Юки оянып, аңшылардың соңынан тамақтану үшін ереді. Таңғы астан кейін Билл мен Том Кардың ертеме, кешпей өтуі мүмкін деп болжаған ормандағы белгілі бір нүктеге қарай бет алады. Аңшылар білмейді, Кар олардың орнын әлдеқашан тауып, бірнеше сағаттан бері оларды бақылап жүр. Билл мен Том бөлініп, қатарлас төбелерге шығады және дүрбі арқылы бір-бірін көреді. Олар Кардың бала аюды құтқару үшін кез келген сәтте пайда болатынына сенімді және ол келгенде, аңшылар Джонас пен оның аңшы иттерімен бірге әрекетке кіріседі. Осы уақытта лагерде Юки адамдардың заттарын ақтарып, тамақ іздейді және консервілерді аша алмағандықтан оларды жалай бастайды. Кішкентай аю алдындағы жастықтарды жыртып, бәрін шашады. Осы шуды көрген лагерде демалу үшін қалдырылған жараланған иттердің бірі ашуланып, Юкиді қуа бастайды. Қорқып кеткен Юки қашуға тырысады, бірақ екеуі де әр түрлі ағаштарға байланғандықтан діңгектерге шырмалып, бір-біріне қарама-қарсы тұрып қалады. Билл мен Том аңшылыққа шыққаннан бері бірнеше сағат өтеді және күн көтерілген сайын температура жоғарылай береді. Су құтысындағы суды тауысып болған аңшы сарқырамаға шығып, салқындауды шешеді және соншалықты алаңғасар болғандықтан жақындап келе жатқан аюды байқамайды. Сол сәтте Кар жауын жоюдың тамаша мүмкіндігін табады, өйткені Том жалғыз, сақ болмай тұр және мылтығынан алыс. Қорқып кеткен Том қашу жолын іздейді, бірақ жардан секіру ғана шығу жолы екенін түсінеді. Ол тас алып, тірі қалу үшін соңғы мүмкіндігін пайдаланып, шабуыл жасауды шешеді. Алайда қарсыласының одан әлдеқайда үлкен және күшті екенін түсінген Том берілуді шешеді және жерге жатып, соңын күтеді. Бірақ таңғаларлығы, Кар оған шабуыл жасаудың орнына тек айқайлап, адамды қорқыту үшін ырылдайды және кейін кетіп қалады. Аюдың кетіп бара жатқанын көрген Том жеңілдеп, осы жағдайдан тірі шыққанына сене алмайды. Ол дереу мылтығын алуға жүгіріп, атуға дайындалады. Бірақ нысананы көздеген кезде, Том оның жақсылығына жауап ретінде Карды босатуға шешім қабылдайды. Сол сәтте ол жануарды жойғанын әкесіне хабарлау үшін 2 рет аспанға оқ атады, бірақ Билл дәл уақытында пайда болып, аюдың әлі тірі екенін көреді. Шудан тартылған Билл аюдың әлі қозғалып жатқанын байқап, оны жоюға дайындалады. Алайда әкесі шекті тартпас бұрын, Том араласып, оның жануардың өмірін алуына кедергі жасайды. Келесі таңда аңшылар кетуге дайындалады, ал Джонас иттерін қайыққа тиейді. Том Юкиді босатып, бала аюдың үйіне қайта алуына мүмкіндік береді. Бірақ кішкентай аю адасып, ағасын табу үшін қайда бару керектігін білмейді. Сондықтан Юки аңшылардың соңынан ереді, бірақ Том оны орманға қайтару үшін қорқытып жібереді. Көп ұзамай Юки қайтадан олардың соңынан еруге тырысады, бірақ тез жүгіре алмағандықтан артта қалады. Юки тағы да жалғыз және толық адасып қалады. Не істеу керектігін немесе қайда бару керектігін білмей, ағасын іздеп жүргенде, оны ересек пума байқап, нысана қалады. Артта қалғанын сезген бала аю қашуға тырысып, өзенге жүгіреді және көпір ретінде пайдалануға болатын ағаш бұтағын көреді. Оны кесіп өтуге тырысқанда, Юки екінші жағаға жету үшін секіру керек екенін түсінеді. Бала аю бұтақтың ұшында тұрғанда, пума жақындап оны қоршайды. Бақытына орай, бұтақ сынып, кішкентай аю Юки тағы да суға құлайды және жүзе алмай, ағыспен ағып кетеді. Бұтақта қалқып бара жатқанда, оны ұстауға бел буған пума оның соңынан ереді. Ағыстың оны тікелей жыртқыштың тырнағына алып бара жатқанын көрген бала аю суға секіріп, жағаға жүзеді, бірақ пума оған жетіп алады. Сол сәтте Юки жыртқыштың шабуылына ұшырайды және қашып құтыла алмайтынын түсініп, оны қорқыту үшін айқайлай бастайды. Бақытына орай, дәл сол кезде Кар пайда болады және алып аюдың жақындап келе жатқанын көрген пума қашып кетуді шешеді. Ағасын қайта көрген Юки енді жалғыз емес екеніне жеңілдеп, оған қарай жүгіреді.
Юки жақындағанда Кар оның жарасын тазалауға көмектеседі, және бірнеше аптадан кейін екеуі қыс келгендіктен баспана болатын үңгір іздейді. Қар жауған кезде екі аю бір-біріне жабысып, ақыры лайықты демалыстарын өткізеді. Осы фильм туралы не ойлайсыз? Пікірлеріңізді төменде қалдырыңыз, және егер видео ұнаса, лайк басып, көбірек фильм шолулар үшін жазылыңыз.